Ассалаумағалейкум достар, сендермен мен Нойл. Бүгін біздерде Майнкрафттан Skyblock келесі бөлім, яғни бұл екінші бөлім. Алдындағы бірінші бөлімді көрмегендер болса, кіріп көріп кетіңіздер. Үшін бұл бөлімде бізде істейтін тірлік көп. Мынаны қараңыздар, көрдіңіздер ма? Бізде мына егінді мен өзім кішкене ойнағам. Алдындары видео түсірмей, сол кезде в общем мыналардың барлығы өсіріп сүйіп шығып кеткен металдан. Енді сындырып алайық. Достар, видео басталмастан қазірден лайк басып арнаға жазыла кетіңіздер. Өйткені біздерде без подписки 98% адамдар көреді. Кәдімгі кіреді видеоға көріп қайтып шығып кетеді. Достар, хотя бы лайк басып кетіңіздерші. Просто видео түсіресің, ешкім істемейді, лайк баспайды, арнаға тіркелмейді. 100 подписчикке, достар, менде азғантай қалды. 93 болып тұр дәл қазір. 100 подписчикке мені жеткізе кетіңіздер. Одан кейін 1000 подписчикке жетерміз. Егіндерімізді жинап алайық. Құлап кетпесін ары қарай. Негізі мынаны басқа жаққа қойықшы, верстакты. Ыңғайсыз жерде тұр бұл. Так, мынақтарды тапсақ. Так, біздерден алатын мынақа егейін. Былай. Мыналарды үйіспекті салайын. Все. Мен ойымша болды. Айтпақта мынаны сата аламыз ба біз? Бізге нан керек, я. Все. Біздер ең бірінші нанды екті, қайтадан саженесті алып. Өйткені бізге ағаш өте қатты керек болып тұр дәл. Достар, бұл енді бірінші бөлімді көрмей, екінші бөлімді көріп отқандарға түсіндіре кетейін. Бұл кәдімгі Skyblock'тан ерекшелігі. Мынаны қарасаңдар. Магазин бар. И соған өзіміздің заттарымызды апарып сатамыз. И ол бізге ақша береді. Ақшаға заттар сатып аламыз. Білмейтіндер болса, түсінбеймін десеңіздер, бірінші бөлімді көріп кетіңіздер. Бірінші бөлімде барлығы түсінікті. Және бәрін мен асықпай түсіндіріп айтқан болатынмын. Сол себепті бірінші бөлімді көріп келіңіздер. Бұл да басқа саженес түспейтін сияқты. Опа, бір түсті. Все. Мынаған тақымақ берейік. Енді мыналардың өскенін күту керек бізге. Бұлар өскеннен кейін сатамыз, аяққа апарып. Мына жаққа міне. Новидан келген подписчиктерге түсіндіре кетейін. Ойбай, мыналарға сатамыз. Мынаяқтан сатып аламыз, мыналарға сатамыз. Мысалы қараңыздар, бізде 5 хлебті 2 неге изумруд қалатын. Изумруд, яғни бізде ақша. Так, бізде мынандай картошка, әр нәрсе бар, мінекей. Яқта біздерде блокты қабылдайды. Міне осындай блок сатуға да болады. Туып қоп сатуға да болады. Саженес қабылдайды. Міне осындай, Аның бәрі сөйтіп сатады. Мынау бізде мынандай егін сатады. Осындай егіндерді сатуға болады. Бұғанша мынаған мынандай ет, жұмыртқа дейтін. Мынаяқтан сатып аламыз, қараңыздар. Ё-майо, 30 ақшаға бір алмас. Пойди, нормально. Дамылбасаң нормально. Бізге 10 ақша жинап осы желез алу керек. Бізге железіден бұрын ең бірінші так мынаны алу керек қой. Осы ведро воды табу керек. Өйткені бізде ведро воды керек. Сандық негіз бір шетке қойыншы, мен орта алып қоймай. Тоқта тұр, бетейік. Так. Бәрін үстап алайық. И осындай плита жасап аламыз. Мен яқты дәуіртеміз. Осы жақтарды кеңейтеміз. Ал достар, сіздер лайктарыңызды басып отырыңыздар осы моментте. Мен бұларды дәуіртейін. Так, бізде кішкене плита жетпей қалды, сол себепті өшіргішті қойып жібере салайын. Міне, осындай болды. Қазір достар, сіздерге ыңғайлы болу үшін бірден азан қосылайық. Все. Наяқтарға егу керек бізге әлі егін. Біздер мына шөптерді сындырып қойып айтпақтан, Біздер алдыңғы бөлімде азғантай сындырдық қой. Бұл бөлімде де сындырып қойық. Так, мынаяқтан тағы да бір болса болды маған. Так, енді
екеуін екі тастаймыз. Все. Енді мынаның өскенін күтеміз. Біз ана верстак пен сандықтан яққа апарсақ. Так, мына бетте тұрып сындыру керек қой, ана жаққа дейін шашылып кетпеш. Алайық бәрін. Так, достар, келесі бөлім тез шықсын десеңіздер, комментарияға жазыңыздар және де лайкты басыңыздар. Келесі бөлімде сол кезде тез шығарамын, лайк көп болса әрине. Енді ешкім лайк баспаса, видео түсіруге де даже желанием болмайды. Сол себепті лайк баса кетіңіздер. Мынаның бәрін сап тастайын мен. Негізі мынаны тоғыз жүйеге керек, бірақ менде ведро керек. Ведрода су керек, воды. Так, мыналардың өскен күтейік енді. Мыналар қашан өседі өзі бізде? Оппа! Әдемі өсті негізі. Қашан өседі деп енді өтіп бара жатырмын. Алдымнан өсіп шықты ғой. Енді осылай өсе береді, енді тез-тезден жайлап. Негізі сол жақсы тез өскені. Өйткені қазір саженецтерді сатамыз. Біздерде бұрында мен скайблок түсірдім осыдан бір 2 ай ма бұрын. И сол скайблокта, короче, артылып қалып еді ғой ағаша. Соңында сындыруға не істемей, сындырғым келмей, короче. Өртей салайыншы деп. Қазір соғанда не істеп жатырық, короче, таппай жатырық соны. Так, былайынан екпейінші қатарлап. Өзі ыңғайлы және тез өседі. Не істейік те, өйткені қазір мыналар әр жерде өскен екен, бір-бірінің қасына егіліп кетеді ше. Сол себепті тез өсу үшін осылай істеп көріңіздер. Менің ойымша тез өседі. Өйткені бір-бірлеріне не істемеу керек қой олар. Мешать етпеу керек, короче. Так, сында болайық. Басқа саженец бермейтін сияқты менің ойымша. Мынаны сындырайық. И бұны мына жерге егеміз. Дұрыс қой, ә? Бір, дұрыс. О, болды. Міне енді әдемі егілді. Енді тағы да өскенін күту керек. Бұл енді қашан өседі екен? Мынаның бәрін несін ойдан ектім ғой қазғанақ. И бұлар примерно бір 2 минутта кейін өсіп қалады деп ойлаймын. Мен оған дейін не істесем болады? Так. Мен айтпақтан. Таташ, менде қанша не бар еді? Менде 21 ма? Короче, мынаның бәрін қосып. 64-ке жетпейді екен. 64 қылып сатсақ, короче, бізге ақша береді. $1 береді. Мінекей қараңыздар. Өбай құлап көтпейік. Мына екі нені не қойған? Наковальняны. Негізі нерде бірдеңе болу керек па, бірдеңе ойым, я? Просто бір ойынның бағымен ба, әлде өзі сөйтіп жоқ болып кеткен ба? Короче, достар, нерде қазір мен ағаштар өстін, сосын видеоны жалғастырам. А то видео қызықсыз болып жатқан шығар сіздерге. Сол себепті күтіп тұрыңыздар. Короче, достар, менде бір не кеп тұр ойын. Мен, короче, мынандай нәрсе жасап алайыншы деп тұрмын. Не дейтін анаң атын, короче, мен алдыңғы скайблокта жасадым оны. Так, наяқтан көрейікші. Короче, бачок сияқты болады ше, анау. Міне тұр екен ғой. Осының аты қандай? Компрессор осыны жасап алу керек, бұл керек екен. Оны, короче, мына бір бұрышқа қоя салайын. И осыдан, короче, не аламыз да, косвенная мука алып, мыналарды өсіреміз. Ал біз ол косвенная муканы салу керек оған. Короче, білмеймін, не үшін істегенім, әйтеуір отырып, сонда идея келіп кетті басыма. Істей салдық енді. Енді дальше күтеміз ағаштардың өскенін. Короче, достар, мен бір жерге барып кеп едім. И мына жақта бізде 3 ағашымыз өсіпті. Осыларды сындырып алайық, короче. Және су ішіп келейінші дегенім ғой. Сөйтіп қайтып келсем, короче, өсіп кетіпті ағаштарымыз. Енді осыларды сындырып, ана жаққа сатамыз. Достар, қазір күте тұрыңыздар. Қазір осыдан, если 64 не шықса, короче, ағаш шықса, сатамыз. Бізге дуб керек қой. Бұл қазір біз дубты сындырып жатырық қой. Осыны, короче, неге айырмастаймыз де қазір андай ағашқа сөйтіп соны сатамыз. 64. И бізде ең алғашқы
долларымызды аламыз. Короче, мыналарды сындырып алайық осылай. Достар, давай видеоға лайк баса кетіңіздер. И біз қазір сатамыз, короче. Арнаға тіркеліп кетіңіздер. Айтып тұрмын ғой достар, 100 подписчикке сәл-ақ қалды. Өтініш достар, арнаға тіркеліп 100 подписчикке жеткізіп кетіңіздерші. И керемет болады. Так, мынаны былай ектіқ. Так, былай сындырып тастайық. Так, мынаның орнына егейік. И ана жерге тағы біреу керек, иә. Осылай. Все. Мына жермен жай, иә. Жоқ, мынау қисығы келіпті ғой. Мына жерге қойық. Все. Қазір достар сатамыз, күте тұрыңыздар. Бізде 64 блокер. Так, төртеу тағы да бізге, короче, төртеу. Все. Міне достар. Короче, осыларды сатамыз. Ал, дайынсыздар ма достар? Мынаумен да не қосет? Давай, кеттік алып. 1, 2, 3. Ей, ақшам. Короче, достар, бізде уже 3 ақша бар. Короче, кайф. Енді біздер тағы да ақша табамыз деген ойдамын. Өйткені біздер ағаштарды көптеу қылып егіп, и осыларды солай сата берсек ақша табамыз. Так, қалған келесі бөлімге қалдырайық, иә достар. Осымен осы видео аяқталды. Видеоны осы лайктарыңызды басып, арнаға тіркеле кетіңіздер. Сендермен болған бұл мен Нойл. Келесі кездескенше, давайте, короче. Ақшамызды неқа бүйтіп сап қояйық. Ондай бірінші қояйықшы ақшаны. Давайте.